Ашсай кеніші 1927 жылы азаматтық соғыстан кейінгі ауыртпалықтан бас көтергеннен кейін қалыпқа келтіріліп, қорғасын өндіру ісі қолға алынды және алғашқы өзінің өте жоғары сапалы қорғасын бере бастады. 20 ғасырдың 20 жылдарының аяғында Ашсайда өндіріс қарқынды дамып, тау-кен өндірісінің ауқымы ұлғая түсті. 1928 жылы осы Көргенсай шахтасы ашылған болатын. 1929 жылы 2 тамыз күні Ашсай полиметалл комбинаты құрылды. 1930 жылы 5 үштөлді 1100 метр Ашсай кен орны мен Көргенсай шахтасының арасын қосты. 1938 жылы Ашсай поселкесінде 4500 адам тұрды. 1934 жылы Ашсайдан басқа Қарасай, Сүлейменсай, Қандағы кеніштері ашылды. Осы кеніштердің ішінде қуаттысы Ашсай кеніші болды. Ашсай кеніші 1936 жылы өзінің проекторлық кен өндіру қарқынына жетті. Ұлы Отан соғысы жылдарында 10 оқтың 9-ы осы Ашсай кеніші берген. 1966 жылы Ашсай металлургия цехы пайдалануға берілді. 1970 жылы Ашсайда 9000-нан астам халық болды. Соғыстан кейінгі кездерден бүгінгі күнге дейін Қазақстанның экономикасын өсіруде кейбір металл комбинаттарының жұмысшылары мен қызметкерлерінің еңбегі орасан зор. Көптеген жерлестеріміз майданға оқ-дәрі жіберуге көп еңбек сіңірді. Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2008 жылғы 11 сәуірдегі номері 6-87 4-ші шешіміне және Оңтүстік Қазақстан облыстық әкімшілігінің 2008 жылғы 18 сәуірдегі номері 110-шы Ашсай, Байылдыр, Қандағы поселкаларын ауыл етіп қайта құру туралы қаулысына сәйкес Кентау қаласы билік органдарының әкімшілік қарамағындағы Ашсай елді мекені Ашсай ауылы етіп қайта құрылды. Қазіргі таңда Ашсай ауылы Кентау қаласының әкімшілік аумақтық қарамағына кіреді. Ашсай ауылы шет аумақтармен тау арқылы Кентау Шұлықорған көлік жолы бойымен байланысады. Ашсай ауылы Кентау қаласынан 60 шақырым жерде орналасқан. Жер көлемі 8402 гектар, халық саны 2176, 17 көше, 438 үй бар. Оның ішінде 22 көп қабатты үйде 171 жанұя тұрады. Ауылда Ашсай ауылы әкімі аппараты, 2 білім беру мекемесі, номер 7 Жамбыл Жабаев атындағы жалпы орта мектебі және номер 8 Максим Горький атындағы жалпы орта мектебі, ауылдық дәрігерлік амбулатория, ауыл клубы, мектептер жанындағы 2 шағын орталық және оңтүстік жарық электр станциясы бар. Ауылдың 11,8 километр жолының 65% қанағаттанарлық жағдайда болса, қалған жолдары 2022 жылға дейін толық күрделі және орташа жөндеуден өткізіледі. Оның ішінде 2019 жылы 2 көше 0,78 жол орташа жөндеуден, 2020 жылы 2 көше 1,15 километр орташа жөндеуден, 2021 жылы 2 көше 1 километр орташа жөндеуден өткізіледі. Нәтижесінде 2022 жылға ауылдың 93% автомобиль жолдары қанағаттанарлық жағдайға жеткізіледі. Ауыл аумағында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ауылдың кіреберіс бөлігіне және ауылдың орталық көшелеріне камера орнатылады. 2019-2021 жылдары аралығында көпқабатты тұрғын үйлерден тұратын 10 аула жолдарын жөндеу, жарықтандыру, спорт және балалар ойын алаңшарын орнату, қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған контейнерлі алаңдарда қайта жабдықтау, автомобиль паркингтерін орналастыру жұмыстары жүргізіледі. Орталық саябағы күрделі жөндеуден өткізіліп, ауыл тұрғындарының белсенді демалыс орнына айналады. 2019 жылы 22 көпқабатты тұрғын үйлердің аулалары толығымен жарықтандырылады. Ауыл көшелерінде орналасқан 7 километр ирригация жүйесі қалпына келтіріліп, жаңадан орнатылады. 2019-2022 жылдар аралығында 3 көпқабатты үй орташа жөндеуден өткізіледі. 2019-2022 жылдар аралығында эксперимент ретінде 4 көпқабатты тұрғын үйді газбен жылыту бойынша жұмыстар жүргізу жоспарлануда. Облыс орталығы
Түркістан қаласы болуына байланысты ішкі туризмді дамыту мақсатында ауыл аумағындағы Тассарай, Сергол және тағы да басқа шатқалдарынан сауықтыру демалыс аймағын іске қосу жоспарлануда. Ауыл аумағында техногенді минералды қалдықтардан тұратын 3 үйінді орналасқан. Осы үйінділерді өңдеу үшін инвесторлар тартып, техногенді минералды қалдықтарды қайта өңдеу заводын ашу жоспарлануда.